Әлемде интернет пайдаланушылар саны 5 миллиард адамға жетті. Бұл жер бетіндегі халықтың 65%. Цифрлық дәуірде алпауыттар арасындағы араздық ұшықты. Тараптар текетіресі соғыс вирусын күшейтіп, ақпарат саналуан жолдармен әрқилы формада ғаламтор пайдаланушылардың санасына құйылып келеді. Бұндай факторды халықаралық террорлық топтар оңтайлы пайдалануда. Нью-Йорк Таймс газетінің дерегіне сүйенсек, Даиш террорлық ұйымы қанды қасап әрекетін насихаттау үшін 2 миллиардқа жуық аккаунт ашқан. Нәтижесінде жер жаһаннан лаңкестер қатарына қосылғандардың 80% интернет арқылы арбалғаны белгілі болды. Елімізде былтыр 220 мың материал жойылды. 327 сілтеме бұғатталды. Күмәнді материалды сақтап, таратып, көбейткендерге заңда әкімшілік, қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Дін интернеттен үйренетін құндылық емес. Сондықтан кез келген ақпаратты мешіттегі ұстаздан не сенімді ресурстардан алған абзал. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанында діни ақпарат орталығы жұмыс істеп тұр. Мамандар тәулік бойы қазақ және орыс тіліндегі сұрақтарға жауап береді. Адаспайтын тура жолды таңда.